Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте жұмсақ болып шығатын пиццаның рецебін көрсетемін. Достар, менің каналыма подписаться етіп және лайк басып кетіңіздер. Сіздер де менімен бірге дайындаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Ыдысымызға 100 грамм суымыз бен 100 грамм жылы сүтімізді құямыз. Үстіне тұзымызды, қантымызды және аштығымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне 3 ас қасық ұнымызды салып, тағы да жақсылап тершіктері қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстін жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. 15 минут өтті. Енді үстіне тағы да 3 ас қасық шімшкі майымызды құйып, және ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Үстіне ұн салудың қажеті жоқ. Осы ұнымыз болады. Өзі осындай қолға жабысатын осындай қамыр дайын болады. Кішкене ғана қолымызға шімшкі майымызды құйып, тағы да жақсылап иінін қандырып илеу жеріңіздер. Қамырымыз дайын. Енді үстін жауып, жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз. 40 минут өтті. Бұл берілген тесті 2 пиццаның қамыры 2-ге бөліп аламыз. Пергамент қағазының астына кішкене шімшкі майымызды құйып, қолымызға да кішкене жағып, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Оқтаудың қажеті жоқ. Жұқа қылып жая беріңіздер, өйткені құрамында аштығы болғандықтан жұқа болғаны дұрыс. Қатты көтеріліп кетеді. Қолымызбен жайып болғаннан кейін үстіне кетчуп майонезімізді молырақ салып, жақсылап барлық жеріне біркелкі қылып жағып шығасыздар. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай салмасын салыңыздар. Мен колбаса мен помидор салдым. Барлығын жақсылап орналастырып алғаннан кейін 180 градусқа 20 минутқа қойдым. Мінекей 20 минутта осындай пиццамыз дайын болды. Енді үкіштен өткізіліп дайын тұрған сырымызды үстіне біркелкі қылып жайып шығамыз. Қайтадан духовкамызге 5 минутқа салып аламыз. Міне достар, өте дәмді пиццамыз дайын болды. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма подписаться және лайк жасап кетіңіздер. Өте дәмді болады. Көргендеріңізге рахмет достар. Ас болсын.